Баршаңызға сәлем. Дәмді кеңестер каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен кесадилі дайындап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Кесадилидің дайындалу жолы өте қарапайым және өте дәмді болып шығады. Сіздер де үй жағдайында жасап отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Біз бірінші кезекте қамырымызды илеп аламыз. Ұнымыздың үстіне тұзымызды, разрыхлителімізді, сұйық май және суымызды құйып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 30 минутқа тұндырып, демалдырып қоямыз. Қамырымызды біз жарты сағатқа демалдыруға қойып қоямыз. Осы иленген қамырдан шамамен 7-8 тортилля әзірлеуге жетеді. Енді біз ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Қызып тұрған табамызға кішкене сұйық май құйып, үстіне етімізді салып, суы тартылғанша жақсылап қуырамыз. Суы тартылғаннан кейін үстіне жуа мен сарымсағымызды салып, тағы да араластырып қуырып аламыз. Барлық дәмдеуіштерді салып, араластырғаннан кейін тәтті бұрышымызды қосып, араластырып, астындағы отымызды өшіреміз. Біздің салмамыз дайын болды. Енді тортилля әзірлейміз. Менде иленген қамырдан осындай 8 лепешка шықты. Осы 8 лепешканы қатты жұқа қылмай, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Осы лепешкаларды мендені блины пісіретін табаға кішкене ғана май жағып, екі жағын қызартып, жақсылап пісіріп аламыз. Сіздер мына видеода көріп отырғанда екі жағы осылай қызарып піседі. Осылай қызарғаннан кейін оттан алып отырамыз. Барлығы менде осындай 8 тортилля дайын болды. Енді осы тортиллямыздың ортасына сметанамызды жағамыз. Жақсылап жан-жағына жайып сметанамызды жағамыз. Сосын оның үстіне салмамызды саламыз. Оның үстіне сырымызды салып шығамыз. Сыр жақсы еритін сыр болса, тіпті жақсы болады. Енді осы дайын болған кесадилляны табаға қайтадан салып, екі жағынан қыздырып аламыз. Екі жағынан бірдей қып қызартып пісіріп алғаннан кейін оттан алып отырамыз. Біздің кесадиллямыз дайын болды. Енді өздеріңіз қараңыздар, қандай дәмді. Осы тіске басар ретінде кешкі асқа және таңғы асқа дайындап, үй ішіндегі отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Бұл өте дәмді және өте тез дайындалады. Барлығыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Қарлыға дәмді кеңестер каналына жазылып, рецепт күтсеңіздер, лайк басып, менімен бірге болыңыздар.